Ташпан үшін әр айдың соңғы күндері мереке. Өйткені бір ай бойы зарыға күткен бұл күндерінде шаһардағы 7 пәтерінің жалдау ақысын шашауын шығармай қалтасына басып, көңілі жайланып, шіреніп, желкесі күжірейіп қалады. Арагідік жалдау құны арзандау бір бөлмелі ескі пәтерінің ақысын жоққа санап, 50-ге келсе де ақыл есіне ие бола алмай, қыз қырқынға қылмыңдап, кафелетіп шашып жіберетіні бар. Ертесіне кеткен шығынына іші ашып, өкпесі күйе өртене, әхлеп-үхлеп төсек тартып жатқаны. Араға бірер күн сала шеменшері аздап тарқап, басын көтереді, әлгі қылығын жомарттыққа, өзіне өзі көңіл бөлгеніне балап жұбанады. Әлгі күйініші 2-3 ай өткенде ескіріп, ескі пәтердің ақысын тағы да жоққа санайды. Осылай қайталана береді. Сөйтіп, бір қылмыңдап, бір өкініп, бір жұбанып жүргені. Таныстарының бәрі Ташпанға қызыға, әрі қызғана қарайды. Оның тыныс тіршілігінің ырғағын білетіндер, шіркінай, Ташпандай болар күн қайда, миы қатып, белі ауырып, өкпесі өшіп жұмыс істемей-ақ, үйінде отырып-ақ мыс-мыс ақша табады. Ештеңеге алданбайды, қарны да, көңілі де тоқ деп ойлайды. Бірақ Ташпанның өзі үшін жағдайы жұрт ойлағандай емес. Оның ішкі шерін, уайым қайғысын білсеңіз, одан артық бақытсыз жан жер бетінде бар ма екен деп кеңсеңдеп қаласыз. Ташпанның бар қайғысы, бар арманы, ұлы мұраты, жүрегін тілгілеген тілегі жалға беретін пәтерлерінің санын көбейте түсу, ескілерін жаңаға ауыстыру. Осыдан 7-8 жыл бұрын оның осы қалада жалға беретін 3 пәтері болатын. Олардан түсетін ақша соқталдай 3 жігіттің бір ай бойы аянбай төккен маңдай терінің өтеуіне алатын еңбек ақысынан асып түсетін. Бас ауыртпай, қылшығында қимылдатпай, осылай ақша табуға әбден дәндеп алған Ташпан әлгі 3 жігіттің тапқанына қанағаттанбай, жиған тергенін бала-шағасына қимай, оларды ас судан, киімнен қыса жүріп, пәтер санын арттыра берді. Айналасы 7-8 жылдың ішінде амалын тауып, пәлен пәтерге ие болсам, сонымен тоқтаймын, солардың жалақысы жетеді деген қанағаты межесі жоқ, ол жеке меншік пәтерінің санын 7-ге жеткізген. Бүгінде осылайша білдей 7 жігіттің тапқанын көмейіне тығып көңілін жұбатқансиды. Бірақ ашқарақ көңіл бұған жұбана қояр ма? Ташпанды түсіну қиын. Оны бір жағынан аяйсың да, өйткені ол пәтерінің санын көбейтемін деп жүріп, көп нәрсені жоғалтты. Мұнысын өзі бір сәтте ойлап көрген емес. Егер оған біреу әлгі жоғалтқандарын тізбектеп айтып берсе, Ташпанның оған келісерге дәрмені жоқ. Ол не жоғалтты? Ұлы мұратының жолында басын бәйгеге тіккен, өз идеясіне берілген Ташпан ағайын туыстан әлдеқашан ажыраған. Өздерін ашкөздікке арандап, қанағатсыздық қасіретін жамылған әкелері туған перзенті емес, шығын әкелуші әлдегім деп санайтынын, су татыруға ниеті жоқ екенін бірте-бірте ұққан балалары өз күндерін өздері көруге бекініп, беттерін ары бұрған. Әке мен балаларының арасындағы Алладан бұйырылған жақұтта жасампаз, кіршіксіз, тәтті де терең байланыс, жақындық сезім пендешіліктің озық үлгісі кесірінен қайта қалпына келместей қурап тынған. Оның орнына сырттай сыпайы сыйластық, мәнсіз қарым-қатынас басқан. Есейіп кеткен балалардың саналарында жиі жаңғыратын әкелеріне қатысты тәтті елестері де олардың әке мен бала арасындағы үзілген рух байланысын қайта жалғай алмайтын хәлде. Күйбең тіршілікке ес-түссіз күйлеп кеткен Ташпан әйеліне де жат болып кетті. Бұлар ерлі-зайыпты деген аты болмаса, екеуі екі бөлек әлемде күн кешіп жатқалы біраз болған. Кезінде бірін бірі сүйіп қосылған олардың қазір жан дүниелері қабысудан кеткен. Әйелі өз алдына үй болып, отау көтеріп кеткен балаларын көбірек жағалап, немерелерінің күтімімен жүреді. Ал Ташпан үшін немере атаулы шығын, олардың күлкісі миды ашыту, еркелегені кедергі.
өз отбасынан әлгі ұлы мұратын артық көрген Ташпанға жиған тергенін тек пәтерін көбейтуге ғана жұмсаудан басқа ешқандай ой жоқ. Оған салса, қаладағы бүкіл пәтерді бірін қалдырмай сатып алып, оларының барлығын жалға беріп тастауға бейіл. Мейлі оған да қол жеткізсін, бірақ одан кейінше. Жылдар өте Ташпанды ағайын туысы, балалары, әйелі осылай жоғалтып алды. Олар үшін баяғы Ташпан жоқ, өлген. Бұрынғы Ташпанды бүгінгі Ташпанның ішіндегі ашкөзде, қорқау қасқыр талап құрбан еткен. Бүгінгі Ташпан баяғы Ташпанның сүйкімсіз сүлдері. Бұл екі Ташпанның арасын қираған көпір соқыр тұман бөліп тұр. Екеуі ешқашан бірін-бірі таба алмайтын халге түскен, бірін-бірі іздеп те әуре болмайды. Осыдан 2 күн бұрын 6 пәтерінің жалақысын бірер сағаттың ішінде жинап алған Ташпан бүгін 7-шісінің ақысын алуға үйінен шықты. Қабағы қатулы, ашулы. Мұнысының үлкен себебі бар. 7-ші пәтерін жалдап тұратын жесір келіншек берешек ақшасын 2 күнге кешіктірген. Ашулануының себебі осы. Кешіктіргенді көрсетемін мен оған. Менің кім екенімді білмей жүр екен. Осы жолы соңғы рет ескертемін. Келесіде тағы бір кешеуілдетсе қуып шығамын. Бұдан кейін күйеуі жоқ соңынан боқмұрындарын шұбыртқан, айлығы мардымсыз еден жуушы мүскіндерді жаныма жолатпаспын, деді іштей күбірлеп. Сыртта аяз қысыңқырап тұр. Бозала таңнан бозарған аспан еңсені басып, жансыздатады. Қаптаған көп қабатты үйлердің тасасына жасырынуға бет алған батар күннің бозғылт сәулелері, жапырағы тоналып сидиған бұтақтары қалған тал-дарақтардың ұшар басында, қонақтаған құзғындардың тұмсығы мен жонында жалтырайды. Аяқтарда тапталған, жолдардан күрелген күйелеш қар кір басқан көңілдің дәл өзіндей. Ол пәтер ақыны жалға алушылардан өз қолымен барып алады. Банктегі есеп шотына, яғни карточкасына аудартқызбайды. Бұл ұстанымына берік. Мұндағы себеп ай сайын пәтерлерінің жағдайын өз көзімен көріп тексеріп тұру. Бұдан да үлкен себеп бар. Ол кіріптар жалға алушы жақыбайларға кісілік көрсетіп, оларға тәкаппарлана қарап, өзін зор санап, ісініп, кебініп, қыр көрсетіп бір жетісіп қалу. Бұл әрекетінің екпіні, одан алатын ләззаты Ташпанды біраз күн талтаңдатып, ірі сөйлетіп, маңыздандырып тастайтын. Мұндай оңай олжадан Ташпан пақыр сияқтылар өлсе бас тартсын ба. Ташпанды пәтерді жалдап тұрушы келіншек жымия сәлем бере қарсы алды. Берілген сәлемге мән бермеген Ташпан аяқ киімін шешпестен төрге озып, бөлменің ішін көзімен мұқият шолып шықты. Бәрі орнында. 40 жылғы диван мен көне шкаф, экраны алақанда ескі теледидар, терезені жапқан етегі қысқа әрі енсіз перде, еденге төселген жұқа палас Ташпанның дүниесі. Бір бұрышқа жиналған көрпе төсек қана пәтер жалдаушының мүкәмалы. Бұдан кейін қожайын шірене басып келіп, асхананың есігін еріне ашты. Мұндағы дүниесіне де ішіп жей қарап түгелдеді. Бәрі өз жайында. Оң жақ бұрышта шағын тоңазытқыш ыңылдайды. Ас ауқат пісіруге арналған плита тап-таза, тамақ ішуге арналған үстелді жағалай бір ересек 2-4-5 жасар бала отыр. Алдарында 5-6 тілім нан мен жалпақ легенге салынған едәуір бөлігі желінген макарон. Қожайын балаларға дастарханға қабағынышта жақтырмай қарады. Сол сәтте кішкентай бала еңіреп жылап жіберді. Оны ересектеуі әп сәтте жұбата қойды. 4-5 айдан бері ара гідік төбе көрсетіп тұратын таныс бейтаныс кісіге жасқана қараған балалар орындарынан тапжылмай қалған. Бейне бір отырған жерлеріне желімделіп қалғандай. Сол сәттерде жүзіне жымию мен қысылу қатар ұялаған ересек бала көзін жыпылықтата кібіртіктей сөйлеп, жайсыз қонаққа нан ауыз тиюді ұсынды. Ұсыныс ескерілмеді. Қожайын шығып есікке беттеді. Қай күні пәтер ақы дайын деп хабарласқанымда, сенің жоқ деп жауап қатқаның ашуыма тиді.
Енді бұлай қайталанбасын. Ештеңені білдірмей үйді таза ұстап отырғаныңыз үшін ашуымнан қайттым, деді ерекше бір мырзалық көрсеткендей болған Ташпан. Келіншек, пәтер ақыны төлеуді кешіктіріп алғаным үшін кешіріңіз. Бұл жолы айлығымыз 2-3 күнге кешігіп түсіп, маған ешқандай сылтау айтпа. Жұмыс істейтін жерің саған айлығыңды қашан беретініне мен бас қатыруым керек пе? Одан басқа менде тіршілік жоқ па? Енді тағы бір рет пәтер ақыны кешіктірсең, айналайын басқа тұратын жер іздей бер. Аға, енді қайталанбайды. Әр айдың 30-ында дайындап отырамын. Адамның жақсылығын түсіну керек. Сен сияқты балаларын соңынан шұбыртқан әйелді ешкім пәтеріне кіргізбейді. Оны жақсы білесің. Ал мен сенің жағдайыңды түсініп, 3 балаңның бар екенін біле отырып, пәтерімді беріп отырмын. Осы жақсылығыма сен де лайықты жауап қатуың керек. Аға, сізге рахмет. Бұл жақсылығыңызды ешқашан ұмытпаймын. Жарайды, ақшаны әкел. Ташпан 50.000 теңгені мұқият санап, қалтасына салды да қоштаспастан өз жөніне кетті. Келіншек терең күрсінді де есікті іштен жауып алды. Бір ай күткен айлығымды жамбасақыға төлегенім, балаларымның несібесін өтегенім ғой. Жәрдемақы өлтірмес, деп өзін-өзі демеді. Бағаналы бері үлкендердің әңгімесін үрпиісе тыңдап тұрған балалар шешелерінің жаудың бетін оңай қайтарғанына қуанып, ойындарына қайта бас қойды. Енді келесі айдың соңына дейін қолы бос, пәтерлерінің ақысын түгел жинап алып, көңілі көншіген Ташпан жеңіл көлігіне шірене жайғасты. Ішкі әлемін желік қысты. Үйде жападан жалғыз іші пысып, теледидарға телміріп отырған өзінің кескін сұлбасы көз алдына келді. Бұл көрініс өзіне жағымсыз әсер етті. Енді қайтпек. Ол әлгі желіктің жетегіне ілесуден өзге шешім қабылдай алмады. Мұнысының соңы өкінішке ұласатынын біле тұра, өзін тежеуге мұршасы келмеді. Жесір келіншектің бір ай бойы 3 қабатты мектептің еденін, әжетханасы мен бұрыш-бұрышын тырбана тазалап жүріп тапқан 50.000 теңгесі қас пен көздің арасында харам ас пен лас қызмет үшін төленіп, ойсыз да жын ойнақ қаланың бір бұрышындағы жемір жертөле кафенің кассасында жатты.